Сәлем, мен Дәулет Рай, бүгін нейрогимнастиканың жаттығуын жасап үйретемін. Ол үшін оң жақ қолдың екі саусағын төменге қойып, сол жақ қолдың сұқ саусағын оның үстіне басамыз. Сөйтіп, алма-кезек жасай береміз. Келесі жаттығу екі қағазды жұдырығымызға қысып, оны қайтадан ашуға тырысамыз. Себебі бұл миымызға үлкен әсерін тигізеді. Сонымен қатар бұл жаттығу біздің миымызды тез жұмыс жасауына көмектеседі. Енді үшінші жаттығуға кезек берейік. Үшінші жаттығуда оң қолымызды жұдырықтап, сол қолымызды түзу қоямыз. Енді сол қолымызды жұдырықтап, оң қолымызды түзу қойып, осылай алма-кезек қайталап жасап отырамыз. Төртінші жаттығуда оң қолымызды пистолет жасап, сол қолымызды төменгі осы екі саусақпен қойып, осылай бір-бірімен ауыстырып отырамыз. Бұл жаттығуды кемінде күніне 3 рет жасап тұру керек. Сіздермен болған мен Дәулет Рай, және де осы жаттығуларды карантин кезінде күнделікті жасап отырыңыздар.